Жұмыртқа бағасы 20%-ға арзандады. Павлодар облысының экономикалық тергеу департаменті әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауар түрлерінің бағасын жіті қадағалауда. Жергілікті атқарушы мекемелермен бірлесіп, негізсіз өсірудің алдын алды. Әлеуметтік маңызы бар 19 тауар түрі бойынша мониторинг жиі жүргізілуде, деді экономикалық тергеу департаментінің мамандары. Оның ішінде жұмыртқа бағасы бойынша сараптама жұмыстары жіті атқарылуда. Нәтижесінде бұл өнім түрінің әр талы 52 теңгеден 42 теңгеге арзандаған. Совместно с уполномоченными органами проводится мониторинг цен. Уәкілетті мекемелермен бірлесіп баға мониторингі жүргізілуде. Өнімнің өзіндік құнын төмендетуге бағытталған бюджет қаржысының өз мақсатына жұмсалуына да талдау жүргізілуде. Өндірушілермен бірге мәселелердің шешу жолдары талқылануда. Атқарылған шаралардың арқасында сауда үйлерінің желісіндегі ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілердің өнімі тұтынушыларға тікелей жеткізіле бастады. Гринвич реализует продукцию напрямую от сельхозтоваропроизводителя. Жұмыртқаның бөлшек саудадағы құны да 20%-ға арзандаған, яғни 605 теңгеден 484 теңгеге дейін. Бұл бағыттағы жұмыс әрмен қарайда тұрақты түрде жалғаспақ. Жанасыл Серікбол, Алексей Мехедов, Ертіс ақпарат.